Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тәтті, сондай оңай пісірілетін хит-торт дамские пальчики пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен бір ыдысымызды алып, оған қайнаған суды құямыз. Газға қоямыз, үстінен сүтімізді құямыз. Әдеттегідей мөлшерлемелері видеоның астында көрсетілген. Енді қантымызды себеміз және сары майды саламыз. Барлығын араластырамыз. Майды ерігенше араластырып тұрамыз. Сосын үстінен ұнды осылай аздап-аздап салып араластырып тұрамыз. Барлығын салып алған соң осылай араластырамыз. Қамырымызды осылай араластыра береміз. Және кастрюлеміздің түбіне осылай жабыса бастаған кезде қамырымызды алып басқа ыдысқа салып суытып аламыз. Енді бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды өлшеп аламыз. Шамамен 360 граммдай жұмыртқа керек болады. Және жұмыртқаны аз-аздан осы дайын болған қамырдың үстіне салып миксерлейміз. Бізде қамырымыз дайын, осындай масса пайда болады. Оны осындай одноразовый кондитерский мешокқа салып құйып аламыз. Пергамент қағазын төсеп, осылай сығып шығамыз. Арасын кішкене орын қалдырамыз, себебі олар көтеріліп, бір-біріне кедергі келтірмес үшін, жабыспас үшін. Енді кремін дайындайтын боламыз. Алдымен клейгейімізді, яғни сливкейімізді аламыз. Оның үстіне қаймақты саламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне сгущенкамызды қосып, тағы да бір миксерлейміз. Және үстіне қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамызды қосып, тағы да бір араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді біз дамский пальчиктерімізді осылай кремге салып, аунатып, өзімізге керек ыдысқа қойып шығамыз. Қалаған формаңызға қарай. Мен дастарханға бірнеше жерге қоятын болған соң, осындай кішкентай тәрелкелерге салып жинадым тортымды. Үстіне қаласаңыз шоколадты үгіп, немесе шоколадыңызды ерітіп сәндесеңіз болады. Егер менің рецепт ұнап жатса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менің арнамда қалып, қадағалап отырсаңыздар болады, әлде әдемі рецепттермен бөлсем.